құрметсіздермен. Біздің бүгінгі тақырыбымыз бұл спорттағы бизнес. Қазіргі таңда спорт өте жоғары қарқынмен дамуда. Және әлемдегі ең әйгілі спорттың түрі бұл бокс. Сонымен қатар әлемдегі ең қымбат спорттың түрі болып табылады. Мысалға айталық, спортшылардың бірі бұл Мейвезер. Жақында болған мысалға Мейвезер мен Макгрегордың айқасында Мейвезер $100 миллион үстінде ақша тапқан болады. Біздер ірі олимпиада ойындарын және де түрлі спорттағы чемпионаттарды тікелей эфирден бақылап отырамыз. Сондай-ақ Евро мысалға алсақ, Евро 2012 футбол ойындағы тікелей эфирдегі 1 минуттық жарнаманың құны $370 мың шамасы көрсеткен болады. Швейцарияның әйгілі Hublot бренді әлемнің аңызға айналған спортшылармен ынтымақтастықта танымал. Олардың арасында Ямайканың спортшысы әлемдегі ең жылдам адам Усейн Болт, футбол королі Пеле, баскетболшы Коби Брайант. Және де Hublot компаниясы біздің әйгілі қазақ боксшысымен Геннадий Головкинмен келісім шартқа отырды. Hublot сондай-ақ УЕФА Формула 1 және басқа да оқиғалармен қолдау көрсетті. Және Hublot сағаттарының құны $3,5 миллион теңгеден басталады. жылы әлемдегі ең үздік баскетболшылардың бірі Майкл Джордан Nike компаниясымен бірге келісім шартқа қол қойды. Алғашқы 5 жылдықта келісім шарт бойынша Nike компаниясы Майкл Джорданға жылына $500 мың төлеп отыр. Қазіргі кезде де Nike компаниясының Air Jordan аяқ киімі өте жоғары сұранысқа ие. Сондай қарқынмен Майкл Джордан 2012 жылы $80 миллион ие болды. Және менің сүйікті қазақстандық Барыс хоккей клубы жанкүйерлерге арналған дүкен ашты. Және де олар осы спорт арқылы, хоккей арқылы өте көп қаржы тауып отыр. Олардың көп спонсорлары да бар. Ол Мегафон, Самұрық Қазына, Цеснабанк, Казспорт, Супар, Хардис, Кока-Кола және Согаз компаниялары. Спорттағы бизнес қазіргі таңда да бизнестің жетекші салаларының бірі болып табылады. Алматы қаласында жыл сайын қыс мезгілінің басталуымен Медеу мұзайдыны Шымбұлақ тау курорты ашылады. Және ол да спорттағы бизнестің жарық мысалдарының бірі болып табылады.